Турбозаврлар. Қашқыр. Бірақ бүгін соңғы көрсетілім. Ол мультикті сен де көргің келіп еді ғой, Катя. Жоқ, Петя, киноға бармаймыз. Неге, Катя? Мынау үшін. Оны жалғыз қалдырып кете алмаймыз. Бәріңе сәлем. Достар, мұнда не істеп отырсыңдар? Біз сендерді күттік. Әже тіс дәрігеріне кетті. Бізге Ипполитке қараңдар деді. Сол үшін осында болуымыз керек. Оған көңіл аударма. Киноға барсам деп армандап жүрген. Енді бір тыйып, бәріне ренжіп отыр. Орындарыңа басқа біреуді қоюға болмай ма? Кімді? Мысалы, мен балақайды танимын. Маған үйреніп қалған. Онда бірнеше сағат біздің орнымызға қала тұршы, жарай ма? Біраз уақыттан кейін келеміз. Ипполит. Ипполит. Не болып қалды? Не шақтай? Балалар, жасырынбасаңдар да болады, ренжімеймін. Доптарыңды алыңдар. Ипполит. Мұның не? Сені көріп қою мүмкін ғой. Оны қадағалай алмай қалдым. Ол жоғалып кетті. Не дейсіз? Тек байбалам салма. Доқ, басқа турбозаврларды көмекке шақыр. Ипполит алысқа кете қойған жоқ. Еш жерде жоқ. Үйге жасырынып қалған шығар, Ол жақта жоқ. Барлық жерді қарап шықтық. Қайда кетіп қалуы мүмкін? Ипполит Норма әпкемен бірге көлікке отырып кетіп қалды. Ай, сені ме, Ипполит? Оларды қуып жетеміз. Әпкемнің қайда бар жатқанын да білмейміз ғой. Онда бізге бөліну керек. Бірақ, сен мұндай кезде бізге көмекке салмайсың. Сондықтан орманға қайт. Ең қызықтының бәрі менсіз өтеді. Сен де осында қал. Біз Ипполитті тапқанша әже келіп қалуы мүмкін. Иә. Турбозаврлар, алға! Мұның не тұр? Жол жабық. Ол бұл жерден өте алмас еді. Қабая, енді дөңгелекті ауыстыруға тура келеді. Қараш, Анки. Анау біз іздеп жүрген көлік емес пе? Ипполит отырған көлікті жеткізген кезде олар қуанатын болды ау. Сәлем. Ал біз Ипполит отырған көлікті таптық. Ой. Көлік
тіпті орнына апарып қоюға тура келеді. Сөйтіп, желі шыққан дөңгелегін ауыстыра салыңдар. Иә, дөңгелегін ауыстыруым керек. Ой, енді қажет емес. Алло, көлігім дұрбып кетті. Ой, қайтарып әкеліп берді. Тіпті дөңгелегі де бүт-бүтін. Ғажайып деп осыны. Турбозаврлар. Әуреге салған мысық. Лақтыр. Бүлдірдің ғой. Мүмкін емес. Допты жолға лақтырдым ғой. Мынаған қара. Бұл жерге бір жануар келіп, гүлдерді таптап кетіпті. Сәлеметсіз бе? Мысығыңыз барын білмеппіз. Ол менікі емес, өзі адасып келген. Егер бір нәрсе бүлдірген болса, оған мен жауап бермеймін. Атын білесіз бе? Мен қайдан білейін? Барсик деп шақырсам жетіп келеді. Балалар, түскі асқа келіңдер. Әбден тойдым. Бәрі өте дәмді болды, әже. Әже, ыдыс жууға көмектесейін бе? Жоқ, әуре болма. Дәл қазір ыстық су да жоқ. Ойнап келіңдер. Барсик! Барсик! Не болды? Барсик жоғалып кетті. Қашып кеткен шығар. Ал мен оған үйренісіп қалып едім. Барсик алысқа қашып кетсе, оны табу қиынға соғатын шығар. Барсик! Мүмкін емес деген сөз болмайды. Міне, қара, іс жатыр. Оны тауып, көршімізге қайтарамыз. Бізге кім көмектесетінін білемін. Адасып кетуі де мүмкін. Сол да сөз болып па. Мысықты табамыз. Солай ма, Зер? Іздеуге ұшып бара жатырмын. Барсиктің қайда екенін білем. Соңымнан еріңдер. Кес. Барсик! Ол бізге сенбейтін сияқты. Турбозаврлар алға! Трак, ona байлап түсіріп көр. Құлап кетеді ғой. Оны қалай түсірсек екен? Бір ой келді. Баспалдақ жасасақ ше. Міне, мынадай. Тор, баспалдаққа жер тегістей бер. До, баспалдаққа лайықты бөренесте. Анки, оларды бері қарай тасы. Трак, сен бөренелерді жаңқалай бер. Сақтандыру арқаны ше. О, міне, арқан таптым. Зер, оны жоғарға жеткіз. Мәссаған. Бұл не? Не екенін білетін сияқтымын. Құбырларды жаңасын ауыстырып жатыр. Сол себепті ыстық суды тоқтатқан екен ғой. Қап! Жетпеген осет! Барсик! Неге бір орында қатып тұрсың? Айдақарларды шақыр. Айтсам сен бессіңдер. Бірақ бізге тағы да көмектерің қажет. Иә, оңай шаруа емес. Бәріміз бірігіп, шаруаны тындырып тастайық. Трак,
құбырды көтеріп ішін қара. Егер ішінде мысық жоқ болса, құбырды маған беріп, оны орға орналастырасың. Анки, құбырды бетонмен қапта. Тор, үстіне топырақ таста. Ал біз не істейік? Сендердің ең маңызды жұмыстарың мысық атылып шығып қашып кетпесін. Бақылап тұрыңдар. Әне ол, ұста деймін, қашып кетпесін. Ой, сендер барлық құбырды орналастырдыңдар ма? Енді ыстық суды да тезірек жіберетін болды. Мысықты таптық. Міне ол. Барсик, қайтып келді. Рахмет сендерге. Қайда қашып кеттің? Неге қаштың? Үй жақсы емес пе? Солай ғой, Барсик. Әрине. Енді бұл да сенің үйің. Турбозаврлар. Құпия 1, орман. 2, 3, 4, 5. Іздеуді бастаймын. Тор, Буль, Анки, Зер, До, Трак және Катя. Жасырынбай ақ қойыңдар. Сендерді тауып алдым. Ипполит қайда жасырынды екен? Ипполит, қайдасың? Қандай қызық ағаш. Балалар, онда не істеп жүрсіңдер? Біз бе? Жасырынбақ ойнап жүрміз. Таңғаларлық, өте қызық. Енді кімнің іздейтін кезегі? Дрон ұшырып, орманымызда қандай құпия жағдайлар болып жатқанын көрейін. Қай жерін басу керек еді? Ой! Ой! Тоқта дейм! Қайда барасың? Әй! Таптым. Осында кетсің ғой, сені іздемеген жерім жоқ. Қызық. Зер қайда жоғалып кетті? Ол жоғалған жоқ. Ол кептеліп қалды. Оған көмектесуіміз керек. Шыда, Зер. Қазір саған көмектесеміз. Сонымен батареясын ауыстыру керек қой дейм. Әлде серіппесін бе? Әлде тегершігін бе? Мүмкін бәрін алмастыру керек шығар. Траекториясын дұрыс есептемеппін. Сабыр сақта, қазір Зерді босатамыз. Шетке тұрыңдаршы, өтінем.
Басым бір түрлі айналып кетті. Шамалы отыра тұруға бола ма? Тағы біреу осылай құласа, бұлай қатты құламаса, біздің ісіміз неге өнбей жатқанын мен білем. Себебі таңғы ас ішпедік қой, содан ба? Өйткені бәріміз бірге емес, әрқайсымыз жеке-жеке әрекет етіп жатырмыз. Менде бір ой бар. Турбозаврлар, алға! Мына жерді қазамыз, бірақ гүлді анау жаққа көшіру керек. Трак, ана жаққа тасы. Қане, Торға көмектесейік. Тор, шөміш қажет. Тереңірек қаз, Тор. Анки, жебен шығар. Смарқан қажет. Кеттік, до. Тарта бер. Бұл зер емес қой. Ал шырша аласа болған сияқты еді. Қашқы тұмаға түстің бе? Сендер тағы да жасырынбақ ойнап жүрсіңдер ме? Иә. Эй! Зер. Айтсам сенбейсіңдер. Басымнан қызық оқиға өтті. Былай болды. Турбозаврлар. Туған күніңмен, Трак! Мұнау біздің сыйлық. Бәріміз бірге түскен сурет. Ал енді Трак, шамды үрлеп, асқақ арманыңды айт. Сонда ол орындала ма? Міндетті түрде орындалады. Мен скейт теуіп, үйренгім келеді. Скейтті алдыңа тастайсың. Жүріп бара жатып, үстіне секіріп мінесің. Мінекей. Иә, скейтті алдыңа тастайсың да, жүріп бара жатып, үстіне секіріп мінесің. Сырғанаудың ерекше бір түрі екен. Қане, абайлап теуіп көріш, қане. Ой, Қолымнан келетін сияқты ма? Өте жақсы. Тек бізге үлкенірек скейт керек деп ойлаймын. Менде бір ой бар. Міне, мынаумен жаттық. Тек бір өтінішім бар, сындырып алма, әйтпесе әжемнен таяқ жейміз. Траққа арнайы алаң жасап берсек қайтеді? Алақай, Тракқа алаң жасаймыз. Тракқа алаң жасаймыз. Тракқа жарыс алаңын жасаймыз. Міне, тректі міне мұнда жасаймыз. Құмды тазалап шығайын. Тор тастарды жарат. Анки жүктеп тасиды. Трак қоршауды орнатады. Тапсырма түсінікті ме? Турбозаврлар алға!
Ол қандай тірек екенін көрейік. Тоқта, мені күте тұр. Тракқа арналған тірек дайын. Дайын, бірақ шаң болып кетті. Ча! Қане, Трак, қорықпа! Қолыңнан келеді! Опа! Ай! Қане, қолыңнан келеді! Үйреніп алдың, алақай! Көптен бері арманым еді. Скейт тебуді үйреткендерің үшін рахмет саған, достарым. Мәссаған. Керемет, Сұлулық. ғажап жарайсың. Айтпақшы, менің де туған күнім жақындап қалды. Арманымды ертерек ойластырып қою керек екен. Маған... Турбозаврлар. Тыңшылар. Маған әдемі болып кетіпсіз. Бұл танамоншақ сізге жарасып тұр деді ғой. Танамоншақ? Қандай танамоншақ? Құдайым-ау, оны жоғалтып алдым ба? Ой, әже, көңіліңізді түсірмеңіз. Соңғы рет танамоншағыңызды қайдан көргеніңізді есіңізге түсіріп көріңізші. Ой, әжем шаштараздан шыққанда танамоншағым бар еді дейді. Демек, содан кейін ол оны жоғалтып алған. Бірақ Петя, бүгін әжем бірнеше жерге барды ғой. Оны оңайлықпен таба алмаспыз. Қолымыздан бәрі келеді. Бірақ бізге көмек қажет. Шаштараздан шыққаннан кейін әже көшемен жүріп, міне мына жерден бұрылған. Алаңнан кейін тағы да бұрылып, сауда орталығына дейін жүрген. Үйге таксимен қайтқан. Жүргізушіге қоңырау шалып едік, ол көлікте танамоншақ қалған жоқ деді. Демек бізге қаладан іздеу ғана қалды. Әже жүрген жерлерге барып, бәрін қарап шығу керек. Міне осылай. Дұрыс айтасың. Тор, мынау сенің бөлігің. Бол, мынау сенікі. Анки, сен мына жерден ізде. Катя екеуміз сауда орталығын қарап шығайық. Трак осында қалады. Оның қалаға шықпағаны дұрыс. Менше, мен не істеуім керек? Зер, сенің міндетің танамоншақ табылса бізге хабарлау. Ол тым кішкентай, сондықтан мұқият қараңдар. Маған жақсы ой кеп тұр. Тобикті де бірге ертіп алайық. Әжемнің ізімен жүріп, танамоншақты табуға көмектесетін шығар. Тобик бізге кедергі келтіре қоймас. Турбозаврлар алға! Тобик, ізге түс. Әрі кет. Жоқ, Тобик. Бізге шұжық керек емес. Тобик, тоқта. Тоқта деймін. Сонымен не білдік? Тобик велосипед емес, шұжықты жақсы көреді екен. Бұл жолы тағы не? Шұжық па, әлде велосипед пе? Петя, ол танамоншақты тапты.
тапты ма? Қайдан? Зер, оны қуып жете аласың ба? Мен қуып жете алмайтын еш нәрсе жоқ. Менің ерекшелігім де сол. Ешкімге дес бермеймін. Қабая, енді қайттық. Кез келген қиындықтың шешімі бар. Зер, барлық турбозаврларды жина. Тындыратын шаруа бар. Буль, Тор, суағардың құбырын қазасыңдар. Анки, сен құбырды көтересің. Біз танамоншақты аламыз да құбырды орнына қоямыз. Ал сен, Зер, қолыңнан келгеніңді жасадың. Турбозаврлар алға! Иә, әжем қуанатын болды ау. Оны тауып алғандарыңа қатты қуанып тұрмын. Біраз әуреге салған болар. Жоға, әже. Турбозаврлар. Жыртқыш өсімдік. Ой, жұлдыз құрттарымыз көбейіп кетіпті ғой. Сұмдық қой мынау. Жұлдыз құрттарыңыз құлпынайымның бәрін жеп қойды. Неге менің жұлдыз құрттарым жеп қойды деп ойлайсыз? Себебі жұлдыз құрттарымыз көбейді дедіңіз ғой. Сіз айттыңыз. Қане балалар, дүкенге барып, жұлдыз құртқа арналған дәрі алып келіңдер. Мен оған дейін 1 сағат тынығып алайын. Жұлдыз құрттардың көбейіп кеткенін білесіңдер ме? Ал көршіміз сұмдық қой мынау деп айғай салып жатыр. Демек бақшада жұлдыз құрттар көбейіп кетті. Ал көрші сұмдық деп айғай салып жатыр ма? Жұлдыз құрттарды көрсеңдер ғой. Міне мынандай. Зер бізге бәрін баяндап берді. Қанеке отырыңдар. Дүкенге барып, жұлдыз құртқа арналған дәрі алып келейік. Мен де бірге барып қайтайын. Алақай, дәрі алып қайтамыз. Менде бір ой бар. Жетіп алдық па? Дүкен қайда? Қалай ойлайсыңдар? Қызыл түске өзгертсем бе екен? Қызыл сәнді екен. Енді әрбір шалшық суға арнайы тоқтаймыз ба? Жоқ, маған көк түс жақсы жарасатын сияқты.
Апам біздің әлемнен бұл жерге еш нәрсе әкелудің қажеті жоқ. Тым қауіпті дейтін. Қауіпті түгі де жоқ. Біздің әлемде бұл өсімдік жұлдыз құртпен күресуге арналған. Оны суғару керек қой. Bir türlü түс көрдім бе? Білесіңдер ме, ол жерде сондай... Тағы да жұлдыз құрт па? Жоқ, дәрі қоршауды жеп қойды. Қандай дәрі туралы айтып тұрсың? Сонымен, қомағай, мені жеп қоймақшысың ба? Ал мына сурет тіпті керемет шықты. Мына қырынан қарасаңдаршы. Бұл жыртқыш өсімдік. Ол адам өмірі үшін тым қауіпті. Оны қазып алып, қайтадан біздің әлемге апару керек. Турбозаврлар, алға! Трак, оны бұтағынан ұста. Анки, оны ілмекке іліп алып, қимылдатпай тұр. Тор, тамырын қазып ал. Біз алмайтын қамал жоқ. Балақайға қауіптенді. Зөр, өсімдікті біздің әлемге кері қайтар. Ал біз әше оянғанша қоршауды жөндеп қояйық. Иә. Турбозаврлар. Төтенше жағдай. До, қанекей. Анки, сенің кезегің. Ештеңе етпейді, келесі жолың болады. Жарысқа дейін мені жібермей қойдыңдар ғой. Әйтпесе мен бар ғой, алысқа шорайым. Соны айтам. Әзірге До алда, ең алысқа секірген сол ғана. Әрі әдемі. Енді сенің кезегің, Трак. Трак, қайда кеттің? Секірмейсің бе? Трак жақсы секіру үшін, Трак жақсылап жүгіру керек. Қане, алыс тұрғандарың жөн, қауіпсіздік үшін. Қазір бір нәрсе болады ау. Бұл рекорд. Трак, жарақаттанып қалмадың ба? Бәрі дұрыс. Тек бір рет қана жарақаттанғам. Оның өзі бұрында, бала кезде.
Керемет секірдің, Трак. Ұшқан кезде птеродактилге ұқсап кеттің. Жарыс керемет етті. Бәрі бітті, бәрі құрыды. Медальоныңды қайда жоғалтуың мүмкін, есіңе түсіріп көрші. Білмейм. Таңертең ғана орында тұрған. Жағдай қиын. Достардың көмегі қажет. Зәр, Петя мен Катяны шақыр. Ал біз іздеуді жалғастыра берейік. Тор, Анки, ұйықтамаңдар. До, алаңқайдың анау шетін қарап кел. Трак, саған жоғарыдан бәрі анық көрінетін шығар. Қарап тұрмай ізде. Петя, Катя, сұмдық жайт. Төтенше жағдай орын алды. Трак медальонын жоғалтып алды. Бәрі бітті. Онда тұрған не бар? Сол да сөз болып па? Мен шаш қысырғыштарымды, пантиктерімді, танымоншақтарымды жиі жоғалтам. Соны айтам. Оған жаңа медальон жасап бере саламыз. Жағдай сені ойлағандай оңай емес. Тезірек ізімнен еріңдер. Біздің медальондар базаны ашатын жай ғана кілт емес. Медальоны жоқ болса, ішке кіре алмайды. Ал Трак өз медальонын жоғалтып алды. Бәрі бітті. Ішке кіре алмайды деген қалай сонда? Түсінбедім. Трак, көрсетші. Бірақ түнде оны мұнда жападан жалғыз қалдырып кете алмаймыз ғой. Досты қиын кезде қалдырып кетпейміз. Оған қоса, оны адамдар көріп қою мүмкін. Кез келген қиындықтың шешімі болады. Бір жоспарым бар. Сендер қайта беріңдер, ал біз Тракты жасыра тұрамыз. Таңертең бір нәрсе ойластырамыз. Ауыртпай ма? Тастар, құрғақ бұтақтар, шыбықтар, орманда не бар, соның бәрі керек. Турбозаврлар алға! Бәрі дайын. Трак, анау ағаштың асын отыр. Істі бастайық. Бір жасайық, бір төбесіне бір қояйық. Енді үйлеріңе қайтыңдар. Не істеу керегін ертең ойластырамыз. Трак, тыныш отыр, жарай ма? Таңда атты. Бір нәрсе ойластырдың ба? Жоға, сен ше. Мен де. Енді қайттық. Ештен кеш жақсы деп, әже дұрыс айта. Бірақ қайдан? Оны қайдан таптыңдар? Оны іздемеген жеріміз жоқ. Сөйтсек, оны Ипполит тауып алып, сөмкесіне салып, үйге алып кетіпті. Мә саған, Трак қайда? Трак! Мінеки, ұста, енді жоғалтпа. Рахмет сендерге достар. Сендер болмасаңдар дәл осылай рахаттан ұйықтамас ем. Фильм Қазақстан Республикалық телерадиокорпорациясында аударылып дыбысталды. 2021 жыл.